Еліме саяхат. Асыл мен ару Қазақстанды аралауды қатты армандайды. Бір күні ата-аналары оларды елдің көрікті жерлерімен таныстыруға саяхатқа алып шықты. Алдымен олар Бурабайға барды. Асыл мен ару көлдің мөлдір суын, айналасындағы биік таулар мен ормандарды көріп таң қалды. Ару қандай әдемі деп қуанып, суға қолын алып ойнады. Келесі аялдама Астанадағы Бәйтерек монументі болды. Асыл мен ару биік мұнараға шығып, қаланың барлық жерін биіктен тамашалады. Асыл, біздің еліміз қандай үлкен әрі әдемі деп таңданды. Саяхаттың соңында олар Маңғыстаудағы Шерқала тауына барып, қазақ халқының тарихы туралы қызықты әңгімелер тыңдады. Асыл мен ару елдерінің әр бұрышының өзіндік сұлулығы мен құндылығы бар екенін түсініп, Қазақстанды бұрынғыдан да қатты жақсы көре бастады.